Масқара қыздар, мына жаңғақтың кірін қарасаңыздаршы. Базардан әкелеміз да дастарханға қоя қоямыз ғой, тез бар. Бірақ мынаны жуып алу керек. Жаңағы қапқа салғаны бар, базарда ашық тұрады, оның беті деген қаншама адам өтеді, шаң болады. Соны біліп тұрып, осылай дастарханға жумай қойып жейміз ғой. Қыздар, енді бұдан кейін жаңғақтарыңызды жумай мүлдем жемеңіздер. Жаңа көрдіңіздер ғой өздеріңіз қаншама қап-қара су шыққанын. Мен оны 3 қайтара жудым. Салқын сумен жуып аласыздар да 120 градусқа пешке қойып қоясыздар. 20-25 минуттың ішінде кеуіп шығады. Арасында араластырып тұрыңыздар. Енді мынау пешке кепкен жаңғақтың дәмі деген жаңағы жуылмаған жаңғақтың дәмінен әлде қайда күшті ғой қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қорықпаңыздар. Жаңғағымды бүлдіріп алам деп түк те бүлінбейді. Қайта осылай жуып жесеңіздер өте дәмді болады, және өздеріңіз де біліп отырасыздар, шаң тозаңы жоқ, зиянсыз. Ерінбеңіздер, жасап дастарханға қойыңыздар. Міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.